Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше үйде бар заттармен салат жасадым. Видеоны толықтай қарап, каналымды қолдап кетіңіздер. Осындай дәмді салат болып шығады. Ауызашарға жасап көріңіз. Ең алдымен бізге осындай заттар қажет болады. Піскен картошка, қияр, соленый қияр, кукуруз, помидор, жұмыртқа қажет болады бізге. Осындай кубиктап турап алатын боламыз. Жегенге ыңғайлы болады. Егер сіздер көп жасауларыңыз келсе, осыдан көптеу жасасаңыздар болады. Менде аз жасаймын, бір тарелкаде шығатындай, сондықтан бір штуктан ғана. Соленый огурцымызды турап алдық. Енді піскен картошкамызды турап аламыз. Өте тез жасалатын салаттар. Осы жерде видеоға түспей қапты. Осындай үйде менде тауықтың еті тұздалған копченый курица деп аталады. Осыны салып та жіберсеңіздер болады. Менде осылай бар екен. Онда салсаңыздар өте дәмі ерекше салаттардың түрі болып шығады. Енді осындай жұмыртқамызды да турап аламыз. Помидорымыз қатты болған дұрыс, әйтпесе суы шығып бұлдырап кетеді. Сондықтан қаттылау помидор болса турасаңыздар болады. Аздап қана үстіне кукурузымыз қосып, майонезіміз қосамыз. Тұз салмаймыз, өйткені бізде тұздалған тауық етіміз бар, соленый қиярымыз бар. Сондықтан салмаймыз. Осылай араластырып, кешкі ауызашарға жасап, тамақпен бірге ұсынсаңыздар болады. Кез келген нәрсемен сәндесеңіздер де болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет.